$2.500.000 тұратын виллаңыз болса, менің сабағыма келер медіңіз. Менің сабағыма Түркияда $2.500.000 тұратын виллада тұратын бір кісі келді. Айжан есімді ханым келді. Содан жаңағы сабаққа қатысқан кезде айналасында ол кісіде $2.500.000 өте көп жаңағы байлықтың егері болып табылады. Ол кісілерде виллалар көп, 30-ға жуық рестораны бар, кстати, әлемде. Содан сабаққа қатысып отқан кезде барлығы сұрайды да, қатысушылар, мынандай виллада тұру қалай екен деп сұраған кезде Айжан ханымның жауабы мені таңғалдырды. Это норма деді. Ол үшін ол таңғаларлық нәрсе емес та. Яғни бір адамға, например, жаңағы бизнес класста ұшу ойбай үлкен арман дірілдейтін болса, ол келесі адамға норма болып табылады. Сондықтан сіздің өміріңізде не нәрсе норма болып табылады? Мысалға ресторанға отыра салу мен үшін норма, либо маған таксимен жүру норма деген кезде, ол сіздің өміріңізде ешқандай жаныңызды қинатпай келетін ақшалар болып табылады. Сіздің нормаңыз ешқашанда қиналып келмейді. Сондықтан өзіңіздің нормаңызды әрдайым не істейсіз? Ұлғайтып отыруыңызға тура келеді. Осы тақырыпты мен 15-ші, 16-ші, 17-ші мамыр күндері өтетін сабақта, код денег деген сабақта терең тарқатам. И норманы жаныңды қинамай қалай өсіру жайлы айтатын болам. Сабаққа қатысу құны небәрі $8.888. Төменде толық ақпарат жазылған.